Hi everyone, how are you? Бүгін сіздермен туған туысқандық атауларын үйренетін боламыз. Яғни ана, әке деген сөздерді ағылшынша қалай айтамыз. Соны айтатын боламыз. Ең бірінші ана сөзінен бастайық. Ана, маза деп айтамыз. Немесе мам, мамми деп те айтсақ болады. Келесі әке сөзі. Әке сөзі father, dad, немесе daddy. Үш нұсқасы бар. Келесі ата сөзі. Ата сөзі grandfather, grandpa деп айтсақ болады. Келесі әже сөзі grandmother, немесе grandma. Аға сөзі ағылшын тілінде brother болады. Яғни бұл сөз аға, іні дегенді білдіреді. Ал келесі әпке, сіңілі, қарындас дегенді біз sister деп айтамыз. Sister. Жақсы. Енді мысалы туысқан, яғни тетя дейміз ғой. Туысқан апайды, яғни aunt дейміз. Aunt. Ал туысқан ағаны uncle дейміз. Келесі мысалы кузен сөзі, яғни немере жиен, ол cousin болады. Кузен деген сөзге ұқсас, иә? Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Яғни жаңа видеоны жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыз. Goodbye everyone. See you next time.